Біріншіден еліміз үлкен тарихи кезеңге, тарихи белеске аяқ басқалы тұр. Бұл біздің қоғам үшін де, біздің мемлекет үшін де өте пайдалы дүние. Енді бұл кезең, бұл жаңа өзгерістер қазіргі заманның сұранысына, яғни қазіргі заман талабына және қоғамдағы біз сияқты азаматтардың қазіргі қажеттіліктерін өтеуге, олардың мүдделерін сақтауға, қорғауға бағытталған. Қазіргі таңда енді жасанды интеллект деп жатырмыз, әртүрлі цифровизация деп жатырмыз. Бұл жеке адамның, қалай айтсам болады, құқығына басу көптеп кетпейді ме? Қалай ойлайсыз? Конституцияның негізгі басымдық беру бұл адамдардың жалпы құқығы, өмірі, олардың бостандығына бағытталған. Бұл біздің қазіргі қолданыстағы конституцияда бірінші кезекке қойылып, бірінші бапта анық жазылған. Енді алдағы уақытта да ол солай болу керек. Ол алдағы уақытта да солай болады деген сенімдеміз. Өйткені азаматтардың құқықтары, олардың жаңағы мүмкіндіктерінің аясын кеңеюі, сондай-ақ қауіпсіздігі өміріне қатысты болсын, олардың жеке деректеріне қатысты болсын, ол жаңғыру керек болды. Қоғамның қазір көз ашық, көкірегі ояу, қажет ақпараттың барлығын керек жерлерден ала алады, барлық ақпаратқа сараптама жасай алады, барлық ашықтық қамтамасыз етілген. Сондықтан да қазір ашықтық заманында осы қоғамдағы азаматтарымыздың барлығы үлкен бір белестерге бізбен, мемлекетпен бірге ортақ ұжым болғаннан кейін, ортақ ұйым болғаннан кейін, ортақ мемлекет болғаннан кейін бір адамдай қолдау көрсетіп, қадамдарды бірге жасауымыз керек деп ойлаймын. Қайырлы күн, сіздермен J-Team подкасты біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Енді қазіргі уақытта біздің қоғамда жаңа конституция кеңінен белсенді талқыланып жүр. Бір тарап қос қолдап жатса, енді екінші бір тарап әлі күнге дейін түсінбей жүр. Осыған орай біз бүгін студиямызға арнайы қонағымыз Ақболатов Еркебұлан Ешмұхамбетұлын шақырдық. Сіздерге таныстырып өтейін. Жетісу облыстық мәслихатының депутаты, қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді рахмет осындай подкаст алаңына мен шақырғандарыңызға. Енді бұл подкасттан ойлаймын көрермендер бір жақсы пайдалы дүние өздеріне алатын шығар деп. Рахмет. Біз де енді үміттенеміз. Осыған орай алғашқы сұрағымыз, соңғы кезде енді конституциядағы баптар, тармақтар енді талқыланып жатыр ғой қоғамда. Осыған орай сіз қалай ойлайсыз, бұл өзгерістердің басты мақсаты қандай? Неге біздің ата заңға жаңа өзгеріс қажет болды деп ойлайсыз? Енді біріншіден еліміз үлкен тарихи кезеңге, тарихи белеске аяқ басқалы тұр. Бұл біздің қоғам үшін де, біздің мемлекет үшін де өте пайдалы дүние. Енді бұл кезең, бұл жаңа өзгерістер қазіргі заманның сұранысына, яғни қазіргі заман талабына және қоғамдағы біз сияқты азаматтардың қазіргі қажеттіліктерін өтеуге, олардың мүдделерін сақтауға, қорғауға бағытталған. Біріншіден. Екіншіден, бұл өзгерістердің не үшін бізге керектігі? Заман өзгеріп жатыр, уақыт алмасып жатыр. Яғни 95-ші жылы қабылданған конституцияның бүгінгі қазіргі заманауи сізбен біздің тіршілігімізге жаңағы сәйкес келмей қалуы мүмкін. Сол себепті қазір қоғамдағы көтеріліп жатқан өзге де көптеген сұрақтардың шешімін табу үшін, қоғамдағы тепе-теңдікті сақтау үшін және де бүгінгі азаматтардың мемлекет арасындағы қарым-қатынасын, яғни коммуникацияны нығайту үшін жасалып жатқан дүние. Бұл өзгерістер не үшін керек болды? Бұл өзгерістер жалпы біздің азаматтар үшін ғана емес, біздің қоғам үшін, сондай-ақ жалпы басқа мемлекеттермен, басқа елдермен қарым-қатынас үшін де керек болды. Қазіргі кезеңдерде бұрынғы кезеңмен салыстырғанда даму ширақ, яғни белсенді тез жүріп жатыр. Сол себепті де қазіргі біздің мәселелеріміз де тез пайда болады. Ол тез шешімін табу керек деген сияқты дүниелер бар. Мысалы, 95-ші жылғы конституцияны 12 адамды жазған болса, бүгінгі жаңа жобаны 130-дан астам адам жазып жатыр. Бұның өзі қазіргі қоғамды осы саяси өмірге, яғни мемлекеттік саясатқа, мемлекеттік мекемелердің біздің елімізде жүріп жатқан билік өкілдерімен бірлесіп, ортақ дамуға азаматтардың белсене атсалысуына мүмкіндік беретін дүние ретінде қарауымыз керек. Және де бұл конституция тек қана құжат емес, бұл жай ғана бір
қағаз емес, жай ғана бір заң емес, керісінше бұл барлық заңдардың қайнар көзі. Бұл конституцияда біз көптеген өзгерістерді байқап отырмыз. Қазір енді әлі бекітіле қойған жоқ, бірақ дегенмен де талқылауға ұсынылған бүгінгі біздің конституциямыздың жаңа редакциясында қоғамды алаңдатып жүрген, соңғы кездерде жиі қайталанатын мәселелерді түбегейлі шешуге бағытталған шешімдер қабылданған. Тіпті мына алғы сөздің өзі, преамбуланың өзі толыққанды басынан аяқ жаңартылды. Ол не үшін? Ол да бүгінгі көзқараспен, бүгінгі жаңағы қоғамның көзқарасымен, бүгінгі сұраныстарға жауап бере алатын дүниені қамту үшін жасалған. Еліміздегі азаматтардың қоғамда өзінің орнын ойып қана таба алуы емес, олардың тек қана құқықтарын қорғалуы ғана емес, бұл жерде құқықтық мәдениетті қалыптастыруға да бағытталған жұмыстар жатыр. Тамаша жауап деп ойлаймын. Енді әлемдік деңгейге өсуіміз керек, солармен теңдей бір дәрежеде болу үшін жаңа заң қажет болды ғой енді біздің конституцияға. Енді біздің конституцияда баптарында адам құқығы мен еркіндігіне ерекше назар аударылған. Осы сәтте бұл заң күшейтілсе қалай болмақ? Осы өзгерістерді туралы айтып кете аласыз ба? Енді жалпы конституцияның негізгі басымдық беру бұл адамдардың жалпы құқығы, өмірі, олардың бостандығына бағытталған. Бұл біздің қазіргі қолданыстағы конституцияда бірінші кезекке қойылып, бірінші бапта анық жазылған. Енді алдағы уақытта да ол солай болуы керек. Ол алдағы уақытта да солай болады деген сенімдеміз. Өйткені азаматтардың құқықтары, олардың жаңағы мүмкіндіктерінің аясын кеңеюі, сондай-ақ қауіпсіздігі өміріне қатысты болсын, олардың жеке деректеріне қатысты болсын, ол жаңғыру керек болды. Өйткені 95 жылдары мысалға сіз бен біз ойлаған жоқпыз смарт сағаттарды қолданамыз деп, біз ойлаған жоқпыз смарт ұялы телефондарды қолданамыз деп, біз ойлаған жоқпыз біз үшін ойланатын электронды машиналардың қазіргі таңда пайда болатындығын. Біз ойлаған жоқпыз сіз бен біздің қағаз жүзінде ғана емес, электронды деңгейдегі, яғни цифрлық форматтағы біздің деректеріміздің құралатындығын және оларды алдағы уақытта пайдалы я пайдасыз дүниелерге пайдаланып кету. Яғни қазіргі біздің жиі қоғамда кездесіп отырған алаяқтық әрекеттерге өте бір тиімді құрал болып кететіндігін біз білген жоқпыз. Ал қазір бұл дүниенің күшеюі, бұл әлбетте біздің, сіздің, менің құқығымыздың толыққанды қорғалуын қамтамасыз ету. Осы тарапта айтып қалдыңыз ғой енді, сіздердің замандарыңызда ойлаған жоқсыздар жаңағы осындай цифровизация үлкен бір дамыған заманға тап боламыз деп. Қазіргі таңда енді жасанды интеллект деп жатырмыз, әртүрлі цифровизация деп жатырмыз. Бұл жеке адамның, қалай айтсам болады, құқығына бас сұғу көптеп кетпейді ме? Қалай ойлайсыз? Енді қазір соңғы кезеңдерде қарасаңыздар, қазіргі таңда азаматтардың деректері бірнеше рет ашық порталдарда жарияланып кетті. Қол сұғушылық міне осы жерде. Ал қазіргі біздің жаңа конституцияда көрсетілген, жаңа редакцияда көрсетілген өзгерістер мен толықтырулар, ол сол деректердің керісінше сақталуына, яғни қорғалуына кепілдік береді, міндетті түрде. Бұл дүниелер, бұл өзгерістер осы үшін жасалған. Дұрыс айтасыз. Енді келесі сұрақ, бұрынғы конституциямен салыстырғанда мемлекет пен қоғамның қарым-қатынасында не өзгере бастады? Екеуінің айырмашылығы не деп? Енді ең бірінші кезекте биліктің қоғамнан алыстауы жойылды. Яғни билік оқшауланып қалған жоқ. Билік жеке өзі шешім қабылдап жатқан жоқ. Керісінше сол мемлекеттік барлық процестерге, процедураларға және де мына мемлекеттегі азаматтарға қатысты мәселелер болсын, қоғамдық мәселелер болсын, мемлекеттік деңгейдегі мәселелер болсын, оның барлығына азаматтардың тікелей қатысу мүмкіндігі алуы және де бұл жерде тепе-теңдікті сақтау. Ең негізгі мәселе бұл азаматтардың, азаматтық қоғам белсенділерінің, үкіметтік емес ұйымдардың, қарапайым халықтың үнін есту. Яғни мемлекеттік органдардың халықтың арасындағы, халықтың алдындағы оларға деген сенімнің арттуы. Бұған дейінгі кезеңдерде мысалы шешім бір жақты қабылданатын болса, қазіргі кезеңдерде үлкен талқылаулар арқылы, сараптаулар арқылы, талдаулар арқылы жүзеге асырылады. Яғни ол талдауларда, ол сараптамалы жұмыстардың негізінде, түбінде азаматтардың пікірлері,
ұсыныстар қамтылады. Тіпті қазір сіз екеуміз талқылап отырған конституцияның жаңа редакциясын жинақтау кезінде де, бұны жазу кезінде де комиссия құрамы 2000-нан астам азаматтардың ұсыныстарын талқылады. Кейін ол тағы да өсіп жатыр. Қазіргі күннің өзінде де өсіп жатыр. Ол міне біздің азаматтардың мемлекеттік процестерге тікелей атсалысуына мүмкіндік берілгендігі және де мемлекеттік органдар менен азаматтардың халықтың арасындағы тепе-теңдіктің пайда болуы. 95 жылғы қарастырылғанда 12 ғана комиссиядан тұрды деп айтып қалдыңыз ғой өз сөзіңізде. Ол кезде бұндай бір дискуссия болмаған секілді. Халықтың үнін тыңдап, ол кезде тез болды ғой барлығы. Тез арада заңдық жүйені қалыптастырғысы келіп. Ал қазіргі таңда барлығы еркін. Кез келген адам жаңағы өтінішке жазып болсын, әйтеуір жеткізе алады өзінің ойындағы ойын. Әрине, енді 12 адам, бұл 12 адамның 9-ы осы біздің еліміздің қазақстандық азаматтар. Оның ішінде біреу заңгер болуы мүмкін, біреу саясаттанушы болуы мүмкін, біреу қоғамдық ұйымның өкілі болуы мүмкін, біреу депутат болуы мүмкін. Ал үшеуі шетелден, яғни шақырылған халықаралық деңгейдегі сарапшылар болған. 12-сі отырып бір ұлттың, бір мемлекеттің тағдырына тікелей әсер ететін құжатты жазып шығара салды. Ал қазір ол керісінше осы қоғаммен бірлесіп жасалып жатыр. Тек қазақтықтар ғана, Қазақстанның азаматтары ғана бұл Қазақстан Республикасының азаматтары, соның ішінде енді парламент депутаттары, жоғарғы соттың төрағасы және де сол сияқты соған теңестірілген құқық қорғау саласының, сондай-ақ мынау азаматтық қоғамның өкілдері, үлкен республикалық деңгейдегі үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, депутаттар, мына жергілікті жерлердегі маслихаттың төрағалары, қоғамдық кеңестің төрағалары қатысып отыр. Жергілікті жерден деген дүние бар, бұл тек қана республикалық деңгейдегі республикалық ұйымның негізгі орталық аппаратының қызметкерлері емес, бұл жерде жергілікті жерден де адамдар тартылған. Көрдіңіз бе? Аймақ-аймақтан. Сол себепті бұл жаңа құжат және оның әсер ету әлеуеті бұрынғы ата заңнан қарағанда күштірек және қазіргі заманға сай болады деп ойлаймыз. Дұрыс айтасыз. Енді келесі бір сауалымыз, халық арасында билік тармақтарының арасы теңестірілді деген пікір бар. Сіз мұны қалай түсінесіз? Енді ол жаңа сөз басында айтып өткендей, азаматтардың мемлекеттік процеске тікелей қатысуы. Бұл мемлекеттің азаматтардың ұсыныстарына, олардың бастамаларына құлақ асуы. Мына қоғамдағы қазір әлеуметтік желіде де көріп жатырмыз ғой, әлеуметтік желіде көптеген азаматтарға қатысты мәселелер туындап жатса, сол мәселелер бейжай қалып жатқан жоқ. Мемлекет басшысы да көптеген үлкен жиындарда сол мәселелерді көтеріп, оған қатысты заңи тұрғыдан баға беру керек болса, немесе заңды қаталдату керек болса, ол тұрғыда өзінің бастамаларын ұсынып жатыр. Идеологиялық тұрғыдағы жұмыс керек болса, идеологиялық тұрғыдағы үлкен жобаларды таныстырып жатыр, бастамаларды. Сол сияқты басқа да дүниелер толық қамтылып келеді. Бұл енді тепе-теңдік, жаңа айтып отырған тепе-теңдік, ол тек қана бір жақты шешім емес. Осы дүниемен қайыруға болады. Енді біздің жаңа конституция әлі енгізілген жоқ. Дегенмен де 84%-ға мәтіні өзгерген. Бұл бір тұтас конституцияның толық өзгергеніне алып келіп тұр. Енді қоғамда біреулері теріс пікір айтуда, біреулері түсінбегеннен, мәселен, қалай ойлайсыз, неге бізде халық бұл қағазға тек құжат ретінде қарайды? Бұл енді үлкен бір тұтас қоғамның өзгерісіне алып келеді ғой. Дұрыс айтасыз, бұл үлкен өзгерістерге алып келеді. Неге? Өйткені енді заманмен бірге адамды өзгереді ғой. Мысалға, сіз заман ағымына сай жаңа ұялы телефон алғыңыз келеді, жаңа брендті киімдер кигіңіз келеді, жаңа білім алғыңыз келеді, жаңа бір жерлерді көргіңіз келеді, тура сол сияқты. Бұл қоғам егер де дамитын болса, сол дамуына қарай шығып жатқан қоғамдық мәселелерді реттеуге, сонымен қатар ұлттық құндылықтарды сақтауға аса назар аудару арқылы мына азаматтардың құқықтарының аясы кеңейеді ғой дамыған сайын. Ол кеңейген азаматтардың құқықтарын бұл сақтап қалу, оны қорғау, қауіпсіздігі деген сияқты дүниелер. Мемлекеттік органдардың жұмысының күшеюі, жүйеленуі және де осы тұрғыда басқа да нормативтік құқықтық актілердің тиісті деңгейде адамның өміріне, құқықтарына, яғни қоғамдық мәселелерге назар аударуға деген сияқты дүниелердің барлығын реттеп отыру үшін осындай бір өзгерістер бізге керек.
Бұл енді теріс пікір айтып жатқан азаматтарға енді айтатыным, бұл жай ғана ауыстыра салатын құжат деп қарайтын азаматтарға бұл жай ғана өзгерістер емес. Бұл біздің негізгі бастамаларымыздың алғашқы қадамдары. Ертең осы конституциялық құжатқа қарайтындағыны барлық бізге, сізге, қоғамдық процестерге қатысы бар заңнамалық актілер түгел өзгереді. Олардың барлығы осы біздің ата заңымызға сәйкестендіріліп, яғни соған икемделіп, соны қайнар көз ретінде алады. Ал енді мынау жаңағы неге бұл конституция өзгере береді, неге бұны соншама өзгертіш болып қалды деген сияқты пікірлерде туындап жатыр. Егер де біз әлемдік деңгейге қарайтын болсақ, кейбір мемлекеттер бар, конституциясы 50 жылдан артық, 70 жылдан артық, 80 жылдан артық өзгертілмеген, бір редакцияда қалған. Олардың өмір сүру деңгейіне қараймыз да ғана, дамып келе жатқан, дамып кеткен мемлекеттердің конституциясына қарасаңыз, 30-дан астам рет, 40-тан астам рет, 15-тен артық өзгертулер енгізілген, қайта қабылданған конституциялар бар. Сол себепті бұл енді біздің қазіргі жағдайымызда мына 30 жылдық өзінің бір өткен белесі бар Қазақстан үшін, мен ойлаймын, ондай көп жиі жасалған өзгертулер емес. Дұрыс айтып қалдыңыз. Түптеп келгенде бұл құжат тек заңгерлерге ғана емес, әрбір азаматтың борышы ғой, енді бұған қалай айтсам болады, атсалысу. Иә, әрине, енді жаңағы заңды құжат дегеннен шығады, азаматтар түсінбеуі мүмкін. Көп азаматтар осы заңды түсінбей жатады. Мысалға, сіз де мен де қазір осы алдымызға бір кез келген Қазақстан Республикасының заңы немесе заңнамалық актін ашып оқитын болсақ, бізге түсініксіз болуы мүмкін. Өйткені заңды терминдер бар. Ал енді бұл заңды терминдер халыққа жеткілікті болу үшін осындай қоғам үшін арналған диалогтық алаңдар, әлеуметтік желіде сарапшылардың пікірлері, сондай-ақ түсіндірме жұмыстары, кездесулер қазір ұйымдастырылып жатыр. Бірден бір мәселе, бірден бір проблема ол осы жеткізу тілдің күрделілігі болып тұр ғой бұл жерде. Көрдіңіз бе? Қарапайым түрдегі салыстырмалы мысалдар жоқ. Қарапайым тілмен жай ғана затты бұл міне кесе екен, бұл шанышқы екен деп түсіндіріп айтатын емес, оның заңды термині оған деген көзқарасты бірден өзгертіп жібереді. Сондықтан да болар, мына жаңа конституцияның жобасында заң мен тәртіп деген құндылық енгізілген. Ол бекерден емес деп ойлаймын. Бұл алдағы уақыттағы осы азаматтардың жалпы құқықтық мәдениетін қалыптастыру, құқықтық ортаны қалыптастыру және заң алдындағы барлығының тең екендігін түсіндіретін, қарапайым тілде жазылған, барлығына түсінікті жаңағы бөлімдер, баптар қамтылған. Жақсы. Енді келесі сауал, біздің қоғам көп ұлтты, осы өзгерістер адамдар арасындағы бірлікке қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Енді негізгі басымдықтардың бірі бұл біртұтастық, бірлік, татулық, ұлтаралық қарым-қатынас. Неге? Өйткені тмд елдерінің ішінде біздің мемлекетіміз көп ұлтты мемлекеттердің бірі болып табылады. Елімізде 130-дан астам өзге ұлт өкілдері тұрады. Олардың тарихы, салт дәстүрі, мәдениеті, әдет-ғұрпын сақтаудан бөлек біз үшін маңыздысы осы Қазақстан Республикасының азаматтары болғаннан кейін мемлекеттік процестерге олардың да белсенді қатысуы. Енді әлбетте негізгі құндылықтардың бірі осы ұлттар арасында достық қана емес, қоғамдағы біртұтастық пен татулық. Жалпы мына Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдық тарихының өзінде бұл ассамблеяның қоғамдық институттары қазіргі таңда аяғынан нық тұрған, қоғамның азаматтардың мәселесін көтере алатын, бастама ретінде ұсына алатын үлкен ұйымдарға айналды. Алдағы уақытта енді бұл конституцияның жаңа жобасында халық кеңесі деген бөлім енгізіледі. Ол жерде ұлттық құрылтай мен Қазақстан Халқы Ассамблеясы екеуі бірігіп, консультативті кеңесші ретіндегі орган тұрғысында жұмыс жасайды. Яғни қарапайым халықтардың, азаматтардың өтінішін, ұсынысын, бастамасын жоғарыға жеткізе алатын, сондай-ақ мына заң шығарушы органдарына заң шығару кезінде ұсыныс беруге мүмкіндік алады.
Оған қатысатын азаматтар кімдер? Оған қатысатын азаматтар өзге ұлт өкілдерінен құралған, яғни этномәдени бірлестіктердің белсенді өкілдері, қоғамдық кеңестің мүшелері, жергілікті жердегі маслихаттардағы депутаттар, қоғамдық белсенділер, азаматтық қоғамның бір бөлшегіне айналған белсенді үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері. Бұлардың барлығы жергілікті жерде күнделікті халықтың тұрмыс тіршілігін білетін, сол мәселені көтере алатын, бастама ретінде ұсына алатын азаматтардан құралған топ болады. Ал енді бұның жаңағы ұлтаралық қарым-қатынасқа, қоғамдық келісімге қатысы қандай болады деген сұрақ туындауы мүмкін. Біз енді 30 жылдық кезеңнің өзінде, тіпті 30 жылдық демей қойып, 19 ғасырдың басында осы біздің өңірлерге қоныс аударылып келген өзге ұлт өкілдерімен бүгінгі күнге дейін тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Бүгінгі күнге дейін бір-біріміз үшін жаңағы жанымызды беретіндей, бір-біріміздің құндылықтарымызды құрметтеп, бір-біріміздің дәстүрімізді, мәдениетімізді қазір қолдана алатындай, игере алатындай, толыққанды біле алатындай жағдайға жеттік. Сондықтан да бұл кезең, жаңа кезең, осы жалпы ұлтына, нәсіліне ештеңеге бөліспей, Қазақстан Республикасының барлық біртұтас азамат ретінде біздің болашағымызға үлкен бастамалар жасайтын, үлкен өзгерістер әкелетін қоғам ретінде жұмыс атқарады деген ойдамыз. Өте әдемі айттыңыз. Біздің жаңа конституцияның жобасында да осы көп ұлттылыққа қатысты заңдарда негізі енгізілген. Енді келесі сауал, этносаралық келісім тақырыбында қай тұстар халық үшін ерекше бір маңызды бір бөлім деп санайсыз? Енді бұл қоғамдық тұрақтылық үшін жалпы бөлікке бөлмей-ақ толыққанды маңызы бар деп есептейміз. Жаңа айтқандай, бір мемлекеттің тұтастығы осы біздің өңірімізде, яғни біздің елімізде өмір сүріп жатқан әрбір этнос өкілдеріне қатысты. Олар да біздің еліміздің азаматы. Олар да бізбен бірге тең дәрежеде, тең құқылы. Олардың да бізден ешқандай артықшылығы жоқ, біздің де олардан ешқандай да артықшылығымыз жоқ. Сондықтан да осы мемлекеттік игіліктерді бізбен бірге тең пайдалану және осы мемлекет үшін тең дәрежеде адал еңбек ету бұл бір өте маңызды бөлігі, бір бөлігі деп ойлаймын. Керемет. Енді кейбір азаматтар бұл реформалардың байыбына бармай жатып түсінбей жатыр. Енді өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, кез келген адам мысалы бізге қойып қойса құжатты біз түсінбей қалуымыз мүмкін, заңгерлер ғана түсінуі мүмкін. Енді сіз айтып жатырсыз, түсіндірме жұмыстар жүргізіліп жатыр, қарапайым халық түсінетіндей деп. Бұл қашан басталады? Әлде басталып кетті ме? Енді алғашқы жоба жарияланған күннен бастап бірінші кезекте әлеуметтік желілер арқылы бұл түсіндіру, талқылау жұмыстары басталып кетті. Одан кейін жергілікті жерлерде қазір қоғамдық ұйымдарда болсын, мемлекеттік, квазимемлекеттік мекемелерде болсын, жалпы өңірлерде қазіргі таңда бұл талқылау, түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни әзірше бұл талқылау тұрғысында өтіп жатқан кездесулердің барлығында талқыламас бұрын түсіну керек қой. Сол себепті қазір сарапшыларды, саясаттанушыларды, заңгерлерді тарта отырып, қарапайым тілмен жеткізу үшін, түсіндіру үшін осындай талқылау жұмыстары жүргізілуде. Енді талқылау жұмыстарына жастар да, орта буын өкілдері де, яғни аға буын өкілдері де барлығы бірдей қатысу керек деп ойлаймын. Егер де қандай да бір кездесулерге бара алмай жатқан болса, онда қазір мына сізбен біз сияқты ашық алаңдарда талқылап жатқан азаматтар өте көп. Мына телеарналарда, бағдарламаларда талқыланып, жеткізіліп, түсіндіріліп жатқан бағдарламалар көп. Сол арқылы біз ойлаймыз енді жалпы халықтың санасына, түп санасына жететіндей, олардың күнделікті өмірінде қолданып жүрген дүниелермен пара-пар мысал ретінде келтіріліп, толық түсінік қалыптасатындай деңгейде жүргізіліп жатыр. Әлеуметтік желіде көп байқаймыз, өзіңіз де көрген шығарсыз, депутаттар да шығып өздерінің қарапайым тілмен жеткізіп түсіндіріп жатыр. Мәселен, заңға жаңағы отбасы, неке қарым-қатынасы, әлде басқа да заңдар туралы айтылып жатыр ғой. Депутаттар шығып өздерінің нұсқаларын ұсынды. Осы орайда сізге қай депутаттың айтқан бір ұсынысы ерекше ұнады сізге? Айта аласыз ба? Енді Елнұр Сабыржанұлы Бейсенбаев деген парламент депутаты бүгін ғана Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігінің ішкі саясат меңгерушісі болып тағайындалды. Сол азамат осы комиссия отырысында неке туралы, отбасы құндылықтары туралы айтты. Неге? Өйткені отан отбасынан басталады. Бірінші кезекте мемлекеттің қарқынды дамуы
және де қазіргі қоғамдағы негізгі проблемалар, зорлық зомбылық болсын, жаңағы алып қашу болсын, балаларға көрсетілген зорлық зомбылық болсын, отбасындағы бір кикілжіңдер болсын, осының барлығы отбасылық құндылықтарын ақсаңдап тұрғаннан пайда болып жатыр. Және де біз қазіргі қоғамда мына бір жыныстылық неке деген үлкен проблема бар. Мысалға біз шынымен де қазіргі қоғамда сол дүниенің өте үлкен кең көлемде қолданылып кететінін, азаматтардың оған жай ғана пікір білдіріп, жай ғана қарап, оны жай ғана қабылдай алатындығын еш уақытта ойлаған жоқпыз. Сондықтан да осы бір дүниеге тоқтау қоятын үлкен бір ұсыныс жасады. Яғни неке бұл ер мен әйелдің арасындағы ортақ келісімге келетін, ешқандай да мәжбүрсіз жасалатын жаңағы дүние. Ал бір жыныстыққа біз қарсымыз деген дүние айтылды. Өте орынды деп ойлаймын. Өйткені енді отбасы құндылықтары бұл өте керемет, өте қымбат құндылықтар. Егер де біз отбасы құндылықтарына қайтадан қазір көңіл бөлетін болсақ, және де осы отбасылық құндылықтарын қайтадан қалыптастыратын болсақ, онда біздің қоғамдағы біраз проблемалар жоқ болып кетеді. Өйткені бұл жерде баланың дүниеге келген уақытынан бастап қоғамда азамат ретінде қалыптасу, тұлға болып қалыптасып шығуына дейінгі үлкен жұмыстар жатыр. Сол себепті осы ұсыныс өзімнің көңілімнен өте шықты, және бұл ұсыныс алдағы уақытта еш бір өзгерусіз, ешқандай бір басқа бір бағытқа бұрусыз енгізіледі деп үміттенемін өз басым. Қосыламын, отан отбасыдан басталады деп бекер айтылмаған. Егер де еліміздің жаңағы кикілжің мәселелерін шешкіміз келсе, осындай дүниеден бастаған дұрыс еді. Фундамент деп айтып жатады ғой, енді орысша айтқанда, осы дүниеден басталса. Әдемі жауап. Енді алдағы уақытта Конституция аясында тағы қандай мәселелерге тоқталғанын өзіңіз жеке пікіріңіз айтып өтсеңіз, тоқталғанын қалайтын едіңіз, тағы қандай бір мәселелерді бойынша? Енді көш жүре түзеледі деген сөз бар ғой қазақта. Дегенмен де мен ойлаймын, қазір даму үрдісінде тұрған біздің мемлекетіміз бұл даму кезеңіне сай, даму кезеңдерінде кездескен кедергілерге жолыққан кездерде мүмкін бір қажетті ұсыныстар пайда болады шығар. Бірақ дегенмен де қазір сізбен біз талқылайтын болсақ, мына жерде тізбектесек, 2 беттен, 3 беттен, 4 беттен асатындай ұсыныстарымыз болады енгізетін. Бірақ бір түсінетін дүние, өз басым осы Конституцияның жаңа жобасын оқыған кезде, толыққанды қараған кезде, сараптама жасаған уақытта бұл жерде көрсетілген барлығы дүниенің астарында, түбінде мына біздің күнделікті кездесіп жүрген мәселелеріміздің барлығы қамтылады екен. Сол себепті әзірше біз осы өзгерістермен алғашқы қадамдар жасап көрейік. Ал енді содан кейін туындаған жағдайда мүмкін басқа заңнамалық нормалармен бұл мәселелерді реттеп алуға болатын шығар. Жақсы. Қорытындылай келе, енді сіздің өзіңіздің жеке пікіріңізше, бұл өзгерістер Қазақстан біздің еліміз үшін, отанымыз үшін жаңа кезеңге аяқ басу деп өзіңіздің бір сөзіңізде айтып қалдыңыз. Енді бүгінгі подкастымызды әдемі аяқтасақ, егер де өзіңіздің айтатын ойыңыз, халыққа жеткізетін пікіріңіз болса, мархабат осы тұста. Енді бірінші кезекте үлкен бір қадам жасау үшін үлкен қолдау керек. Сондықтан да біздің еліміздің азаматтары бұл заңнамалық тұрғыда ғана емес, Конституцияның жаңа жобасына қатысты ғана емес, жалпы мемлекетіміздің әрбір бастамасына қолдау көрсетсе деген ниетім бар. Өйткені осы қолдаудың арқылы бұл дүниелердің барлығы тиісті деңгейде жүзеге асады, және де оның тиісті деңгейдегі пайдасын сізбен біз көреміз, яғни қоғам болып. Сондықтан да қоғамның қазір көз ашық, көкірегі ояу, қажет ақпараттың барлығын керек жерлерден ала алады, барлық ақпаратқа сараптама жасай алады, барлық ашықтық қамтамасыз етілген. Сондықтан да қазір ана ашықтық заманында осы қоғамдағы азаматтарымыздың барлығы үлкен бір белестерге бізбен, мемлекетпен бірге ортақ ұжым болғаннан кейін, ортақ ұйым болғаннан кейін, ортақ мемлекет болғаннан кейін бір адамдай қолдау көрсетіп, қадамдарды бірге жасауымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан да енді алдағы уақытта азаматтарымыздың барлығы бұл бастамаларды қолдайды деп ойлаймын. Егер байқасаңыз, талқылаулардың барлығында әлеуметтік желілерде де бір-екі мәселеге қатысты болмаса, басқа мәселенің барлығы толыққанды қолдау тауып жатыр. Сондықтан да енді
жаңа белеске жақсы ниетпен, жақсы көзқараспен, үлкен сеніммен аттанайық. Және барлығымыз бірдей атсалысуымыз қажет деп ойлаймын. Бұл маған қатысы жоқ, заңнаманы өздері қабылдап тастайды, бізден ешкім сұрамайды деген пікірлерге де енді осы жауап болды деп ойлаймын. Енді бұйырса әрбір адам дауыс береді. Қазақ халқының әрбір азаматы өзінің елі үшін, отаны үшін дауыс береді, себебі бұл келешек ұрпақтың да мәселесі. Әрине. Сізге рахмет, Еркебұлан мырза, уақытыңызды бөліп, дұрыстап, бүкпе шүкпесіз дұрыстап айтып бердіңіз қарапайым тілде. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Рахмет. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сіздерде сұрақтар болатын болса, міндетті түрде жазып кетіңіздер, пікірлеріңізді жақындарыңызбен бөлісіңіздер, лүпіл басыңыздар. Аман саулықта жолыққанша сіздермен болған J-Team подкасты.